Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Құрбан айтта мұқтаж жандар құрбандыққа шалынған мал етін алу үшін онлайн түрде өтініш бере алады, деп хабарлайды Массагет КЗ тілшісі. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының уағыз-насихат бөлімінің меңгерушісі Батыржан Мансуровтың айтуынша, құрбан шалу рәсімдерін өткізу үшін Құрбан 2023 жобасы әзірленген. Бұл онлайн және офлайн форматта іске асырылып жатыр. Ол онлайн форматта құрбан шалу және оны мұқтаждарға тарату рәсімдерінде түсіндірді. 16 маусымнан бері UHW Құрбан 2023 КЗ сайты жұмыс істеп келеді. Онда құрбан шалу үшін тапсырыс беруді өтінішін қалдыра алады. Ол үшін сайтқа кіріп, көрсетілген нұсқауларды орындау қажет. Құрбандық шалынғаны туралы есеп видео ретінде тапсырыс берушінің WhatsApp номеріне жолданатын болады. Сондай-ақ сайтқа мұқтаж жандарды кіріп, шалынған құрбандық етіп алу үшін онлайн түрде өтініш толтыра алады. Нәтижесінде шалынған құрбандық еттерін еріктілер өтініш қалдырған мұқтаж жанның сайтқа көрсеткен мекен жайына жеткізіп береді, деді діни басқарма өкілі.